Сәлем достар, бүгін біз тауық сорпа дайындаймыз. Тауық сорпа оңай рецептпен жасалады және жеңіл тағам, өте тез жасалады, аз уақыттың ішінде дайын болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Осындай сорпа шығады бізде, дәмді болып шығады. Бізге осындай заттар керек, описаниеде жазып кетемін, барлық мөлшерін. Енді біз қайнамаған суға етімізді саламыз. Қайнаған суға етті салуға болмайды. Біз етіміздің барлығын суға саламыз. Суға салғаннан кейін қайнағанша және көбігі шыққанша күтіп қақпағын жауып қоямыз. Қақпағын жауып қоямыз. Енді біз көбігін аламыз. Көбігін толықтай жақсылап алу керек. Дұрыс алынбаса, біздің сорпамыз түрі жаман болып шығады, ал жақсылап дұрыстап алынса, сорпамыз мөлдір әрі күшті болып шығады. Осылай барлық көбіктерін алып шығамыз. Ешқандай көбік қалмауы керек. Осылай көбігін алғаннан кейін қайнағанын күтіп, кесіп турап қойған жуаларымызды саламыз. Осылай барлығын салып шығамыз. Және сәбізімізді саламыз. Сәбізді де алдын ала турап қойдым. Осылайынан барлығын салып шығамыз. Жуа мен морков екеуімен бірге неге картопты салуға болмайды? Себебі тамақ піскенге дейін картоп езіліп, жаман болып кетеді. Ал сәбіз бен жуа кішкене қаттылау болған соң, тамақтың соңына дейін әдемі пісіп тұрады. Енді помидор саламыз. Помидор біздің сорпамызға кішкене дәм береді және түс береді. Помидор болмаса, паприка салуға болады, или томат салуға болады. Біз барлық көкөністерімізді салып болғаннан кейін, барлығын бір жақсылап қайнатамыз және бір қасық тұз саламыз. Тұзды салып болғаннан кейін 30 минут жай отта қайнатамыз. Және қақпағын жауып күтеміз. 30 минутымыз өтті. Енді алдын ала турап қойған болгарский перісіміз саламыз. Және де мен алдын ала турап қойған картопты саламыз. Картопты барлығын салғаннан кейін анық 10 минут қайнатамыз. Астын жай отта қойып, анық 10 минут қайнатамыз. Өз қалауыңызша лавр жапырағын салуға да болады. Осылай барлығын саламыз картошканың. Астын жай отқа қойып, 10 минут қайнатып, араластырып, осылайынан қақпағын жауып қоямыз. 10 минутымыз өтті. Біздің тамағымыз осындай болып шығады. Бетіне укроп сеуіп, астын жай отта 1-2 минутқа пісіріп аламыз. Енді дәмді өте күшті болып шығады. Жасап көріңіздер. Рецебі описаниеде тұрады. Бұл табиғи сорпа, тез қорытылады, жеңіл тағам. Жақындарыңызға пісіріп беріңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Дәмді болып шығады бұл сорпа. Барлықтарыңызға ас болсын.